Ой, шап. Айтысқа келіп отқан көп қауым бар, төртінші жұпқа енді тоқталыңдар. Бірі кәмпит, біреуі құртын сыйлап, көрдіңдер екі ақынның отқанын дәл. Біздердікі еркекше айқасына қыз, алдыңда екі бірдей сотқарың бар. Кәмпит пен құрттан кейін алағайын қазғарта жегендей боп қалыңдар. Біреулер мұңаяды малғайғы деп, біреулер мұңаяды жанғайғы деп. Мал жаныңыз аман ба ауағайын, мейманың хәл сұрасып жағдай білет. Ассалаумағалайкум, орда басым атауын қойған жерсің алла әйгілеп. Атақты ақындарды жинапсың ғой, ауданың 60 жылын тойлайды деп. Бегарыс Кәрима мен мұхтарларың білеміз шайқасқанын шайнайды деп. Жансая Нұрмат Біржан Нұрландарың жанарын жанкүйердің жаулай білет. Осылармен айтысқа бірге шыққан деп тұрсың ба менікі қандай жүрек. Сескенбей мықтылармен топқа кірдім, себебі олың тарихты талдай білет. Орда басы үш бидің басын қосқан, кеткенде халқым қажып жағдай жүдеп. Сеніпті Төле Қазбек Әйтекеге қол бастайтын адамды таңдайды деп. Қол басшы боп сайланды Әбілқайыр, жұртымызды жоңғардан қорғайды деп. Әбілқайыр хан ғой кіші жүздің, ойы биік тұлғасы таудай дүрет. Сүйегі Ақтөбеде жатырғанын тарихты оқығандар танбай білет. Сондықтан айтысыңа келді менім, бұл тойдан қалып қойсам болмайды деп. Атағым жоқ болса да орда басым Ақтөбенің баласын қолдайды деп. Атамды қол басшы қып көтерген ел мені де төмендете қоймайды деп. Орда басым қасиет қонған жерсің, бағаңды балаларың оңнан берсін. Балуандық сақталған жерді итсені, Қажымұқан жатырған балуан жерсің. Ақындықты сақтаған жерді итсені, Майлы Қожа бабаңды тарлан дерсің. Мен бірақ негізгісін айттым жаңа, қазаққа маңызы зор заңғар белсің. Үш бейім тауыңызда басын қосқан, айқасар сәт келгенде жоңғармен шын. Кім біледі жойылып кетермедік, сол жолы жасамаса нарлар келсім. Сондықтан орда басы бағаң биік, тарихқа өшпес ізін салған жерсің. Балуандық, ақындық деп не қылайын, қазақтың өзін сақтап қалған жерсің. Өнердің түлеген жер заңғарлары, спорттың түлеген жер тарландары. Алпысың құтты болсын орда басым, ақындар саған жырмен әнді арнады. Өте қатты дамыпты байқағаным, өнеркәсіп осынау аудандағы. Кірпіш шығады екен ғой осы жақтан, үйлерін сол кірпішпен салған бәрі. Ұнда шығады екен ғой ауданыңнан, нан болғаны ол демек ән болғаны. Құс еті шығады екен фабрикаңнан, тіліңізді үйіріп алған дәмі. Сүтте шығады екен ғой зауытыңнан, берекенің табылған малдан бәрі. Киімде шығады екен цехыңыздан, жақсы ғой ол кәсіптің жанданғаны. Ойпырмай тіпті бетон шығады екен, оғанда тұрмын назар аударғалы. Орда басым өзіңнен не шықпайды, Нұрболдың осы боп тұр таңғалғаны. Күн шығыстан шығады демесеңіз, сенен шығады екен ғой қалғандары. Шабысы елестетер қарагерді, назарды қарсыласқа салам енді. Ассалаумағалайкум бір жанаға, өзіңе халқың биік баға берді. 10 баланың әкесі екеніңіз таңғылып тастаушы еді тәмам елді. Ал жақында ағамның шаңырағына іңгәлап 11-ші бала келді. Қол соғып құрметіңді көрсетелім, көрсет көтерейік бір жандай санал ерді. 20 миллион қылам деп қазақ санын түн ұйқысын 4 бөлген аға келді. Бойында күш жатқандай өтеділей, бұл бір жан бетердің де бетері ғой. Менің ағам еңбекқор адам еді, айтайын сол жайында жеке бір ой.
Қаратау мектебінің директоры тапсырмамен талайды төпеді ғой. Одан қалса ақындар одағында төрағалық қызмет етеді ғой. Жастарменен кездесу жасайды және ақылын айтып кетеді ғой. Тойларда арнау айтып бет ашады, сіз барған той керемет өтеді ғой. Айтысқа да барасың алып ұшып, сөзің жалын, шабытың от еді ғой. Бірақ та соңғы кезде байқап жүрмін, бір жай бар тудыратын секем үрей. Шашың түсіп кетіпті, өңің қашып, кәріліктің белгісі осы екеуі ғой. Жұмысыңды азайтып демалсаңшы, бұл жасың демалудың ретеді ғой. Ақшам болмай қалады деп уайымдама, бір емес ағам 11 бөпелі ғой. Ей, таршылық көрмей өмір сүруіңе пособияның өзі де жетеді ғой. Сау аға. Бісміллә, домбырамды қолға алайын, қолға алып топ алдында толғанайын. Қасыма нұр бол дейтін шайыр кепті, үстінен су төгілмес жорғадайын. Бұл баланың әңгімесі көп сияқты, ендеше қанатымды қомданайын. Әуелі сіздерменен амандасып, содан соң барып мұны қолға алайын. Ассалаумағалейкум Темірланым, темірден қалып кеткен ордадайын. Ауданның мерейтойы құтты болсын. Қалайша жырмен бүгін толғамайын. Бүгінгі тойларыңа шашу қылып, жырымды қалай ғана жолдамайын. Сіздерге басқа ешқандай қолқамыз жоқ, біздерге қолдау берсең болдағайын. Төріңе кеп жайғасқан қос балаңды, қос қолың талғанынша қолдағайын. Әгигәгім, әгигәгім. Шығасап нұр бол дейтін ақын балаң, баламның санын айтып қақылдаған. Өзі жылдам сөйлейтін біреу екен, ұрысқаға ел құсап шапылдаған. Асығыс жүретұғын альфард құсап, трассада 200-бен сақылдаған. Ол рас 11 балаға қатандым, 30-дың 5-еуінде лапылдаған. Кеше ғана кенжесі өмірге кеп, төбесі көкке жетіп отыр балаң. Бір жанға қолдау беріп соғып жатқан, қолдарыңа мың алғыс шатырлаған. Құдайдың мұнысына сансыз шүкір, талайға мұндай бақыт татырмаған. Үйдегі жеңгеңе де рахмет, ағаңыздың тілегін мақұлдаған. Әйтпесе әйел көп қой, фигурамды бұзбаймын деп екшеуден асырмаған. Төбеңізден шаш түсе бастапты деп сахнада мысқылдап отырмаған. Бастысы басым аман болса болды, шашқа бола қайғырмас ақылды адам. Түскен әрбір шашымның өтеуіне жаратқан сәби сыйлап жатырмаған. Әгигәгім, әгигәгім. Бойыңда күш бар еттеп өтеділей, бұл үнім төбемізден төпеді ғой. Соңғы кез шаршаңқырап жүрсің ау деп, ап отыр ағасынан секемірей. Мойныма талай жұмыс артып алсам, ойым жалын жігерім отеді ғой. Жас кезде елге қызмет жасамасақ, уақыт шіркін зымырап өтеді ғой. Пособияңда жетеді демалшы деп, айттың ау шалағайлау жеке бір ой. Еркек боп пособияға қарағанша, бұлаған жерге кіріп кетеді ғой.
Пособия ол еңбегі жеңешеңнің өзіне жарататын рет еді ғой. Қаншаласың деп тіпті сұрамаппын, кетсе сол памперске кетеді ғой. Кейде рас жұмыстан шаршап қайтсам, отбасым маған қызмет етеді ғой. Шаршауымды басуға мына менің балдарымның ушуы да жетеді ғой. Соларды бір иіскесем шаршағаным шайдай болып ашылып кетеді ғой. Әгейгәгім, әгейгәгім. Бізге көз сап отқанда ел осынау, алмайым бұл Нұрболдан неге сұрау? Пособияңды абалып жатсайшы деп, бұл сенің маған айтқан кеңесің ау. Нұрбол, сенің әңгімең бір түрлі екен, басталар осы жерден келесі дау. Ертең өзің үйленіп отау құрсаң, келіннің құлағынан тебесің ау. Әйелді жұмсап қойып, ал өзің тек жатып алып сериал көресің ау. Баланы тудыруын тудырып ап, бір тиын таппай үйге келесің ау. Пособияны ішіп жеп жатып алып, жөргек бұлдың қызығын көресің ау. Біз құсап арам тері боп жұмыс істемей, арам тамақ болатын бәлесің ау. Әгейгәгім, әгейгәгім. Ай, көрінді бір жанаға кемелдігің, бір едің ел жұртына елеулінің. Ауағайын ағамның естідіңдер бала жайлы құраған өлең жырын. Түскен бір тал шашыма құдай маған бір сәбиден береді дегендігін. Мен қалай бұл сөзіңді жыр етпеспін, болмайдау сенен асқан жүректе ешкім. Ей, ағасы бала шаған көбейсінші, тақырбас болуыңа тілектеспін. Ей, қандай сөз табады деп қарап отсам, бір жанау айтпадыңыз жаңа жақсы ән. Үйленсең арам тамақ боласың деп, жарамас бұл үніңе жала жапсаң. 23 жастағы інің едім, күшімменен шамамды шамалатсаң. Пособияға қарамай күндіз түні жұмыс істеп табылат адал ақшам. Ей, ал пособия жайында ойланармын, сен сияқты әбіржіп бара жатсам. Ей, бір жанаға болсаң да жанашырым, келеді кей сөзіңе сәл ашуым. Пособияға тиіссең арам тамақ боласың деп қарашы балашуын. Нағыз арам тамақты мен айтайын, жарамас сенің бұлай адасуың. Жемқорлар апта сайын ұсталуда, қаржысына қол салған қаласының. Жол салатын ақшаға үйін салған, қарамай қымбатына бағасының. Мектеп салар ақшаға қыдырып жүр, Европаның шарлап санасуын. Бетсіздерде шықты ғой саудалаған, мұнайы мен мырышын даласының. Яқтада шарап ішіп шалқаяды, халық әзер ішкенде қарасуын. Егер арам тамақты іздесеңіз, жөн болар солар жайлы жағашуың. Ей, қазақтың қазынасын жұмсап жүрген пособиясы секілді баласының. Ей, тұла бойға сіңірген тектілікті, ордабасы ұлдарың епті мықты. Бір мықтыңыз Ғұсман Қырғызбайып Парижде таң тамаша етті жұртты. Бір мықтыңыз Қырғызбай Ғұмар еді, Бозгілемде қадамын дөп қылыпты. Әділжан Ыстыбайдай балуаның бар, сайыста шегінбеуге серт қылыпты. Абзал Алтынбектей балуаның күрескенде ол қашан тек тұрыпты. Төртеуі де әлемнің чемпионы, көк байрақты көтеруге ниет қылыпты. Төртеуі де оқыған бір класста, бір пардадан спортқа бет бұрыпты. Кей өңірде бірде-бір чемпион жоқ, сол жандарын жегідей жеп тыныпты. Ал енді ордабасым мына сенің, құдайым несібеңді көп қылыпты. Ей, бір облыстан озуға сіздер үшін бір кластың өзі де жеткілікті. Ей, ұлдарыңыз күреске құмар екен, Темірлан балуандар тұрақ екен. Спорт кешен салынып жатырмында, мойынымды оғанда бұра кетем. Кешенге Қажымұқан атамыздың есімін бергеніңді жырән етем. Бозбаланың талайын бапкерлерің Бозгілемнің жұлдызы қылады екен.
Ордабасым, сен барда еліміздің спортта болашағы сірә бекем. Ей, классыңнан шықса егер 4 чемпион, кешеніңнен қаншасы шығады екен. Ей, сөйлемесе халықтың тілі жетім, тыңдалмаса ақынның жыры жетім. Bir жанға тағы да бір бұрылайын, ақын ғой сөзбен салар сүгіретін. Жақында бір марапат алған екен, соны айтудың қылайын бір ретін. Белсенді қызметі үшін деген төсбелгі алып артыпты құрметің. Белсенді қызмет деген сол атауы жараспай тұрғандай ма түріңе тым. Апырмай оның неткен белсенділік кеудеңе марапат боп ілінетін. Әй, бірақ та ұмытып кеткен екем, ағасы ренжіме ініңе тым. Әй, Шымкентті мегаполис қылудағы бар екен ғой белсенді қызметің. Басынан Қаратаудың көш келген ғой, көшкеріп Нұрбол дейтін дос келген ғой. Шығасап менің бала шағамды айтты, баламның көптігінен сескенген ғой. Bir жанмен айтсасың дегеннен ақ, бұл бала семиямды тексерген ғой. Ол рас көп балалы әке атанып, бабалар салып кеткен көшкерген ғой. Белсенді қызмет үшін деген медаль бізде ерге расында екшелген ғой. Баяғыда қалатын жігіт едім, негізі оны маған кеш берген ғой. Ел үшін жатпай тұрмай қызмет етіп, ерте кетіп үйіме кеш келген ғой. Жұмыстан кеш келсем де шаршамастан, жеңгеңнің түн ұйқысын 5 бөлгем ғой. Сондықтан оған несін таң қаласың, ағаңды деп жүрсің бе бос белбеу ғой. Ел басқарған ерлері Шымқаланың бұл медальға бір жанды қош көрген ғой. Күндізгі қызметті де ескерген ғой, түндегі қызметті де ескерген ғой. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Жігітке ең әуелі жалын керек, жалындап жанар таудай жану керек. Бабаның дәстүріне қану керек, ананың уызына жару керек. Аналар 10-15-ден туған кеше, біздерге бүгін сондай тәлім керек. Ол рас Шымқалаға үлес қостым, әр қала солай өсіп даму керек. Тек Шымкент қан емес, Ақтөбеде тезірек миллионға бару керек. Миллиард халық сиятын жеріміз бар, 20 миллион ғана еліміз бар. Әрдайым осын еске салу керек. Ұлан байтақ даланы қорғау үшін кемінде 60 миллион болу керек. Ол үшін қазағымның келіндері 7-8 баладан табу керек. Ал енді қазағымның жігіттері намысын найзағайдай жану керек. Телефонын сипалап жата бермей, қатын бала шағасын бағу керек. Сөзімнің тоқ етерін айтар болсам, мойынға жауапкершілік алу керек. Күндізде жұмыс жасап шабу керек, түнде де жұмыс жасап шабу керек. Қысқасы, кіндік қаның тамған жерге маңдайыңның теріде таму керек. Әгейгәгім, әгейгәгім. Аузының суы құрып таңданғандар, сендер біздей болуды армандаңдар. Бір сыныптан шықты деп 4 чемпион, арнауын айтып жатыр алуан балалар. Бізде әлі Қажымұханның жолын қуған, тасада қалып қойған тарландар бар. Қазақты 5 құрлыққа мойындатар, көк туды желбіретер оғландар бар. Десе де Нұрбол інім жөн айтады, ақын ғой
айтар сөзін алданғамдары. Қырғызбай Ақсақалдың қос баласы, спортта бақ жұлдызы жанған жандары. Олимпиаданың жүлдесін ғана емес, халықтың ақ батасын алған жандары. Алтынды қолда барда қадірлейік, еледік қой пейілі таудан заңғары. Бір сыныптан 4 чемпион шықпақ түгіл, бір чемпион шықпаған аудандар бар. Әгейгәгім, әгейгәгім. Қыранға қанат керек самғау үшін, шайырға шабыт керек толғау үшін. 20-дағы жалыммен, 20-ның жалынымен бойындағы жеткізіп жатыр інім толғанысын. Қатты сөйлеп қайтемін жас балаға, сахнада жығылмасын өр намысын. Ел білетін еңселі ақын атан, ел жұрты мойындаған ордалысын. Құрмаштай нарқы биік ағаң отыр, өнердің бола білген қорғанышын. Сәбиттей қадыр асқақ көкең отыр, ақшамен былғамаған ар намысын. Өнерде үлгі тұтсаң адаспайсың, айтыстың бегарыстай жол барысын. Темір қазық еткейсің осыларды, тасиды бойыңдағы сонда күшің. Ақыл жастан шығады дейді қазақ, жортқанда жолың болсын ал барысым. Ордабасыға қонақ боп келіпсің, орындалып жас күнгі арманысың. Қонақты бір көтеріп жіберейік, ендешкім аяғынан шалмау үшін. Алағайын аямай қолыңды соқ, тигізген осы болсын қолғабысың. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Ай, тигізген сол болсын деп қолғабысың, өлең айттың ініңді қолдау үшін. Ағасы ниетіңе рахмет, біздердей інілердің қорғанысың. Бірақ та үлгетші деп айтып қалдың, айтыстың бегарыстай жол барысын. Ол айтыстың еді ғой арыстаны, ешқашан төмендетпес өр намысын. Жүкеңде ақындарда Шойбековке арыстан деген атақ жалғады шын. Ей, арыстанды жол барыс қылмасаңшы, ұйқасыңа қолайсыз болған үшін. Ей, болса егер қызымды иба ұлымда қыл, заманның көтерерміз жүгін батылы. Аллаға шүкір деймін, азат еліміз есіктен мерекелер кіріп жатыр. Алайда ашып айтып, басып айтып, айтыста қону керек тұғырға тілі. Азат ел болғанымен біздің қазақ өмірін еліктеумен сүріп жатыр. Тіл алмайтын тентегім қос құлағын ағылшынның әніне түріп жатыр. Періштедей көрініп Европа жын ойнағын санаға тығып жатыр. Бірақ та ордабасым мұндай кезде не істеу керектігін біліп жатыр. Төл өнерін дәріптеп төрлерінде ақындардың айтысын қылып жатыр. Айтысқа келіп тұрған балаларың тілін, ділін, тарихын біліп жатыр. Шетелдердің шегі жоқ шоуларына ауданың тосқауыл боп тұрып жатыр. Ей, азаттық үшін күрес аяқталып, қазақтық үшін күрес жүріп жатыр. Ей, тілегіңді жолдадың жаңа ғана, менің де айтарым бар саған аға. Өнердің бәйгесінде бағың жансын, додаларда шаба бер даралана. Төс белгінің талайын тақшы әлі де, ел кеткен еңбегіңіз бағалана. Қазағыма өзіңдей ұл сыйлаған мың алғыс әкеңе де анаңа да. 12-ші сәбиің тусын енді, көп уақыт салмастан араға да. Немере шөберелі шөпшекті бол, тілерім осы менің нарағама. Ей, өзің бір жан болғанмен ұрпақтарың мың жанға айналса екен бара-бара. Ей, бұзылмаған болмысы ордабасының ұл елі, арулары бұл елдің даламның әсем гүледі, мұқалмайтын құрыштай жігіттерінің жігері. Азаматтарың көп сенің отбасының еместек отанның болған тірегі. Ей, көгерген елсің батамен дария кеуде, тау мүсін қартыңды тыңдап үнемі. Әжелерімнен айналдым әлемде жоқ жылуды шашып тұратын іреңі. Ей, ордабасылық ағайын, сарымайдай сақталған салтыңды қазақ біледі. Үш бидің басын қосқансың, даңқыңды қазақ біледі. Күреске құмар қашаннан халқыңды қазақ біледі. Қажымұқанның көзіндей қалпыңды қазақ біледі.
басыңнан бағың таймасын, оңтүстігімнің жүрегі, ей нұралы шыққан ауданға, Нұрболдың осы тілегі. Нұрболжан құлдыраңдап шабасың ау, қоя берсе доданы жарасың ау. Бағана тақырбас боп қал деп еді, сен әлі шала десе шаласың ау. 12-ші баланы тілеп жатыр, ел жұртыңның алғысын аласың ау. Өлеңдерің дұрыстала бастады ғой, өлер жерім білетін баласың ау. Айтысым қазағыма төленерсің, Нұрбол сен айтыстағы бөлегерсің. Біз секілді соңынан ағалардың осындай тайғұлындар ере берсін. Тақырбас бол деп тілек айтып жатсаң, оған да ағаң ойын төге берсін. Мына менің басыма тілегенің, өзіңнің де басыңа келе берсін. Әгейгәгім, әгейгәгім. Еліміз бейбіт тыныш шүкір Аллам, сақтасын бізді Құдай шытынаудан. Жер-жерде дүбірлеген тойлар өтіп, далаңда берекенің құты қалған. Ордабасының жұрты сенің денді, сарқытың кетпес екен сыпыраңнан. Өткен жыл Темірланға бір келген біз, өздеріңде ел шыққан Мұхымалдан. Сол кездегі айтыстың бас бәйгесін Бегары Шойбеков ұтып алған. Енді міне ауданның 60 жылдық тойында таянып тұр Тықыралдан. Ақындарды тағы да жинаңдар деп ел жұртың шығарыпты үкім алуан. Жыл сайын дүбірлетіп айтыс жасап, ақындарын ардақтап күтіп алған. Төленерін көтерген төбесіне өздеріңдей болса ғой бүкіл аудан. Әгейгәгім, әгейгәгім. Таусуындай тасып бүгін өтейін, Алла жазса мақсатыма жетейін. Темірланға күнде келіп жатқам жоқ, ал ендеше төгіп кетейін. Жүректерді жақын қылған Темірлан, көп байсынды ақын туған Темірлан. Қара күшпен бар әлемді тәнт еткен Қажымұқандай батыр туған Темірлан. Ұл-құздары епті туған Темірлан, Әкім Ысқақ бекті туған Темірлан. Қар өлеңмен баралашты тәнт еткен Нармақандай текті туған Темірлан. Жарқылдаған жалын туған Темірлан, ел білетін ғалым туған Темірлан. Аламанға талай шәкірт баптаған сәбитсері дарын туған Темірлан. Әншілері талантымен танылған, ақындары арыс құса бағылған. Талай мекені бұл талай ишан молданың, жалғыз ғана бір Құдайға табынған. Қиядағы қыран елсің Темірлан, мықтыларға мұрагерсің Темірлан. Топырағыңнан елді әлемге танытар оғыландар шыға берсін Темірлан. Қос балаңыз қоштасарда сахнадан, қос қолдарын ұра берсін Темірлан. Бәрекелді. Нұрбол Жауынбаев, Біржан Байту, бір қосып қошемет жасап отырыңыздар ағайын.